Бүгінгі сайыс туралы Асылхан Дүкенбаев. Исламова, бүгін ойын шынымен ұнады. Мен шынымен де ұнады ойын, өте жақсы жігіттер. Біз бақыттымыз осындай ұлттық арнаға шығып жүрген. Қазір өнер жолында жүрген біраз азаматтар осы ұлттық арнаға шығуды армандап жүрсе, біз аптасына бір рет шығамыз. Оның анонсы бар, басқа нелері бар. Біз бақыттымыз, шыны керек. Қуаныш болған, бір шапалақ ұрып қояйықшы. Оның үстіне Жайдарманның көрермені күннен күнге көбейіп келе жатқан. Бірақ қазір Жайдарманның рейтингіне келетін болсақ, мен анау театрда мықты ғой, иә? Шыны керек жігіттер, өте жақсы. Кейбір театрларға жетіп аламыз. Мүмкін асып кетерміз. Енді ойынға келетін болсақ, Исна маған байдың балаларының бір көрінісі ұнады. Көрініс. Және 70% Ақтөбе өте жақсы команда. Бәрі Тереңөзек құрамасы маған әзілін айтпағанда несі ұнады. Тереңөзек Дубай дейтсі жер жақсы ұнады маған. Шынымен Дубай Тереңөзек. Барып көрсеңіздер Дубай сияқты. Түсінбейсіздер қаяғында. Және Алашылдары өте бір ерекше команда болды. Семейдің командаларына резервпен шығу моды болып кетті дейді. Жігіттер резервпен шыққан командалар Жайдарманда чемпион болып кетіп жатыр біразы. Бірақ былтыр біз резервпен шықтық қой, үшінші орын алып қалдық. Және Қазиту құрамасы өте жақсы жігіттер. Маған ұнады, барлық достар жігіттер тек қана Жайдарманды үлкен биіктен көрсете берейік. Дайындалайық, өткенде біздің ойын сияқты оқамыз. Максим Рожин. Максимнің да дауысын естілмегені көп болды. Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Құрметті командалар, КВН-ге келмегелі көп болды. Есаға рахмет. Жайдарманға, иә. Астанаға келіп бұзылып кеттік. Үлкен рахмет. Бастысы ойын жақсы, потенциалдарын үлкен. Бір нәрсені ұмытпаңыздар. Нау ғажайып сәт сахнада жүргендеріңіз. Ғажайып сәт сіздер на көрерменге сыйлайсыздар. Сол көрерменнің жүрегінде қалу үшін на сахнада сәттерің ғана бар. Сол сәттеріңізді жақсы пайдаланыңыздар. Рахмет ойыңыздар. Жәнібек Жанқараев. Кеш жарық достар. Жалпы бәріне сын айтпай қояйын, мен есімде қалған командаларға ғана тоқтап кетейін. 300 Ақмола облысы. Сіздер басына шыққаннан кейін ба сіздерге кішкене ауырлау болды, бірақ көрініп тұр сіздердің келешектеріңізден бір жамандық күтуге болмайды екен. Шымкент десе өзімізге тиеді. Бүгін мен үшін бір ғажайып сәт болды. Бұрын Жайдарманшылардың ең үздіктері Шымкенттен шығушы еді. Қазір кішкене батысқа қарай ауған сияқты. Родный, сіздердің алдыңғы ойындарыңызды мен тамашалап, ұнатқан командалардың бірі едіңіздер. Сіздерде бір ерекше стиль бар еді. Жаңа сүйретпен бір-бірлеріңізді құсату сияқты. Сол қаймақтарыңыз бүгін көрінген жоқ, өкінішке орай. Сол үшін төмен баға алдыңыздар. ХКТУ. Біздің ХКТУдан ешқашан жаман команда шықпаған. Рахмет, бүгін жақсы демалдық, жақсы ойын болды. Талғат Әжапаров. Бүгін өте бір керемет ойын болды. Енді мен анау-мынау деп әркімге баға беріп тұрмай қойын, өзіме баға беретін адам керек болып жүр қазір. Бүгін 300 Ақмола облысынан шығып отқан, енді Көкшетаудан шығып отқан командаға рахмет. Көкшетаудан келгендеріңе рахмет сіздердің. Жоқ, шынымен де қойында, қашанғы Шымкенттен, қашанғы батыстан, Тереңөзек, Қызылордадан келе береді. Бірақ Шымкенттен неден Көкшетаудан келіп жатыр жігіттер, сәттілік, бір Көкшетаудың балдары екі қақта бар. Көкшетаудан көрініп тұрады өздері бір. Тал көрген, шөк көрген әйтеуір. Байдың балалары, енді бүгін 3-7 қойдым. 3 командаға 3-7 қойдым, осының бірі байдың балдары Шымкент. 7 деген бал осыларға. Жоқ, енді бүкіл әзілдерін, бүкіл командалық ойын салыстыратын болсақ, енді 5-6 қойға болады. Тек ұнаған, бір әдемі бір өтіп кетсе, соған қойып өттім мен. Шыны керек той жаңағы
Шымкенттерде бір бүкіл Қазақстанда бар ғой, мереке күнімен бірдеңе. Жаңа 7 деген бал сол үшін кетті, бүйтіп ашып тұратын. АПК Ақорда, негізі жігіттер енді АПК Ақордаға қарап, алдағы уақытта жоғарғы лигада ойнайтын Исинаға бір мықты команда келатырған сияқты сізге. Ақорданы көріп. Істейді көрек жүгіріп келіп айтпайды кәдімгі. Тым ұялмайды өздері еще. Тым ұялмайды, өлең айтып жатыр, керемет. АПК құрамына Кереңөзек құрамасы енді Бақытбекте біраз жасқа келіп қалған кісі ғой. Ол кісі енді өсіп қалған үлкен жігіт, бізбен бірге командада ойнаған енді. Шыны керек, менімен ойнағасын шындық. 7 қойдым мен. Алдағы уақытта үлкен дайындықпен келетін шығар деген үміттемін, егер өтіп кетсе. Түркістан дәл өткендегідей ойын болған жоқ. Алдында залда отырып көргенбіз, жаңа қарындасымыз әдейі ұстап қалып тұрмай келесі ойынға. Енді Орал әдемі киініп алған, назар аудар атындай жағдайда тұрған жігіттер екен. Енді Оралдың жігіттері енді бастығым Оралдікі деп 7 көтере бермеймін ғой, дұрыс па? Жақсы, рахмет. Ойын сәтті өтті бүгін. Құдай қаласа жоғарғы лигада ойнайтын командалар мықты екен мына жерде. Рүстем Елжан. Кеш жарықтаймыз. Негізі баға алғаннан көрі бағаны берген өте қиын. Осы сахнада тұрдық. Қазылар алқасында отырған ағаларында осы сахнада ойнады. Мен кейбіреулерінен кейін ойнадым, кейбіреулерінен бұрын ойнадым. Бірақ мен ойнағанда да, бұл ағаларың ойнағанда да дәл осы сіздерге берілген мүмкіндік берілген жоқ. Сіздерде қаншама мүмкіндік бар. Бүгінгі ойында біреулеріңізге бақ жетіспеді, біреулеріңізге бап жетіспеді, біреулеріңізге әзіл жетіспеді, біреулеріңізге ойын жетіспеді. Әзілі мықтыларға ойыны нашар болды, ойыны мықтылардың әзілдері нашар болды. Сол себепті ұпай сандарың осылай болып қалды. Рахмет. Қорытынды, жалпы бүгінгі сайыстан негізі ұйымдастыру алқасының шешімі бойынша біздер 5 командаға жолдама береміз деген ойда болғанбыз. Дегенмен өзгерістер болады. Оны келесі сайыста қосымша жолдамалар арқылы шешетін боламыз. Сонымен 300 Ақмола 5,2, Рудный 5,4, осындай Тарас 5,6, ПСК МПТК.кз 6,2, Алашұлдары АПК Ақорда Байдың балалары 6,4, ХХТУ тарифі 6,6, Тереңөзек құрамасы және Казиту құрамасы 6,8, 71-32 Ақтөбе 7 ұпай. Тікелей жартылай финалға 4 команда жолдама алды, ал 5-ші команданы келесі сайыста қазылар алқасының шешімімен шешетін боламыз. Тікелей жартылай финалға жолдама алған командалар ХХТУ тарифі, Тереңөзек құрамасы, Казиту Орал және 71-32 Ақтөбе. Баршаңызға рахмет, қымбатты достар. Жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша ғажайыптар маусымы жалғасын табады.